Баршаңызға сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздерге қазақ елінің батыры, Қарасай батыр жайлы, әрі оның елбасына қандай байланысы бар жайлы толығырақ айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Алтынайұлы Қарасай қазақтың қаһарман батыры, әйгілі қолбасшы, есімі шапыраштар руының ұранына шыққан аса көрнекті тарихи тұлға. Қарасай батыр Алматы облысының Жамбыл ауданына қарасты Суықтөбе тауының етегінде Қарасаз деген жерде дүниеге келіп, арқа жерінде Көкшетау үшін болған шайқаста ауыр жараланып дүние салған. Топырақ Көкшетау алабындағы Айыртау сілемінің Құлшынбай деп аталатын төбесінен бұйырған. Қасына өзінің қандыкөйлек досы Арғын Ағынтай батыр жерленген. Қарасай батырдың шыққан тегі ұлы жүз шапырашты. Алтынайдың үшінші әйелінен Қарасай батыр дүниеге келген. Сөз орайында айта кеткен жөн, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы Қарасай батырдың тікелей ұрпағы. Атап айтқанда, Қарасайдан Көшек, одан Айдыр, одан Мырзатай, одан Еділ, одан Сапақай, одан Назарбай, ал одан Әбіш, одан Нұрсұлтан туады. Қарасай батырдың өмір сүріп ғұмыр кешкен заманы қазақ жоңғар арасында 2 ғасырға созылған қан қақсап соғыстың енді тұтанып, енді шиеленісіп, бірте-бірте екі көшпелі елдің тактикасы мен стратегиясының сынға түсе бастаған кез еді. Бұл кезде қазақ халқының дербес ел болып, ірге бекітіп, біртұтас этникалық сана сезімінің орныққанына 2 ғасырдың жүзі болған. Содан да бұлар қазақ жоңғар арасындағы өрт тұтанған кезде елі мен жерін қорғау үшін алғаш рет атқа қонып, елдің шетінде желдің өтіне, жаудың бетіне шығып, ерлік көрсеткен батырлар қатарында Қарасайда болды. Қазақ жоңғар соғысы 16 ғасырдың өзінде шиеленіскен жөнінде тарихшы Белмиянов зерніп жасады. Ал ағылшын көпесі Дженкинсон 1557 жылы Қытайға бармақшы болып жолға шыққан. Бірақ қазақ жоңғар арасында Ташкент үшін қырғын соғыс болып жатқандықтан Қытайға өте алмағанын жазып қалдырған. Демек, Қарасай батыр ат жалын тартып мініп, сарбаздар сапына тұрған кезде көшпелі екі ел арасындағы соғыс тәсілдері, қорғаныс әдістері әбден шыңдалып, өліспей беспейтіндей шиеленісіп үлгерген. Міне бұл тұрғыдан келгенде қазақ халқының ұлттық патриотизмін, ерлік дәстүрін алғаш рет қалыптастыру, орнықтыру миссиясы Қарасай қатарлы батырлардың пешенесіне жазылған. Жетісуда туған Қарасай батырға арқаның Айыртауынан топырақ бұйыруы, Қызылжарда туған Баян батырдың соңғы демінің іле бойында таусылуы, Еділ бойында туған Тамағабанбай батырдың арқадағы Сарысу бойындағы шайқаста қаза табуы, Ерейментаудың Малай Сарысының Алатау бөктерінде дүние салуы, сөз жоқ, ұлттық этникалық біртұтастықтың, мемлекеттіктің әбден орныққандығының, сол мемлекет аясындағы атамекеннің азаматтар санасында біртұтас киелі сипат алғандығының ең беделі айғақ еді. Осындайда қазақ халқының кейінгі ғасырларда бастан кешкен жойдасыз азапты өмірінде отаншылдық сияқты ең киелі сезімдерінің шайылмауының басты себебі сол бір Қарасайлар заманында орныққан этникалық ерліктер мен патриотизмнің негізгі беріктігіне де болар деп қорытындыға тоқтауға тура келеді. Есім мен Жәңгір сияқты ақылдығандардың арман аңсары Қарасай сияқты біртуар батырларға, ару тайпа көсемдеріне тікелей арқа сүйеу арқылы жүзеге асып отырды. Жалпы 17 ғасыр аясында, яғни Қарасай батырдың аст үстінде болған кемел шағында қазақ жоңғар арасында әйгілі 3 соғыстың болғаны тарихтан аян. Мұның біріншісі 1635 жылы болған Сібір Тобыл соғысы. Бұл соғыс туралы Пейшер Сібір тарихы атты еңбегінде жазған. Тарихи деректерге осы кезеңде Жалайыр, Шапырашты руларының Тобыл бойында болған айтылады. Сібір Тобыл соғысында Қарасай батырдың қатысқаны ешқандай күмән келтірмейді. Екінші соғыс 1643 жылы болған. Бұл әйгілі Жәңгір сұлтанның ол кезде әлі хан тағына отырмаған еді.
600 жанкешті сарбаздарымен жоңғардың 50 мың әскеріне қарсы тұрып, оған Алшын, Жалаңтөс батыр 20 мың әскерімен көмекке келетін жойқын соғыс. Бұл соғыс жайында орыс тарихшылары Карамзиннен бастап Златкинге дейін таусыла жазып, жалпы соғыс тарихында сирек кездесетін оқиға ретінде атап өтеді. Яғни, шежіре деректерінде Шапырашты Қарасай батырдың 3000 қолмен осы соғысқа қатысып, жойдасыз ерлік көрсеткен айтылады. Әйгілі Сүйінбай жыраудың «Қарасай халқы үшін атқа мінді, шыдамай жауыздыққа неше түрлі» дейтіні немесе «Сол қуғаннан қуылды, шудан бастап, қалмақ қашты баласы малын тастап, әйеліне қарауға шамасы жоқ, келіп еді обасы сұлтан жекпе-жекте өлтіреді». 1652 жылғы соғыста Қарасай батыр жалпы қазақ әскерлері қолбасшыларының бірі ретінде ақыл парасатымен, тапқырлық табандылығымен танылған. Сахара төсінің ежелден қалыптасқан тәртібі бойынша ел бастаған көсеммен қол бастаған батырлардың есімі әдетте ару тайпа атауына ұласып, ұранға шығып отырған. Онда ірі тұлғаларға жер атын беру рәсімі қалыптасқан. Бұл ретте Қарасай батыр есімінің ару атауына ұласып, ұранға шығуы бірнеше жер атауларының берілуі ең алдымен іргелі рудың хам қарекетін, елдік мұрат мүддесін тоғыстыра білген қайраткер қолбасшылығына айғақ болса керек. Қазақ халқының тарихи тұлғаларына деген марапат құрметінің соншалықты баянды екені қайран қалдырады. Өлетін малмен, тозатын дүниемен алдарқатпайды. Еліне лайық ер туса, олардың есімін тұтас ұрумен киелі туған жерге бұйыртып отырған. Лайық перзенті Қарасай батыр екенін тарихтың өзі дәлелдеп отыр. Қарасай Алтынайұлы Жетісуда жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық соғыста қол бастаған батыр. Алатау бөктерінде туып өскен ұлы жүз Шапырашты тайпасының Есқожа руынан Қарасай батыр Қарғалы, Ұзынағаш, Қастек, Жирен айғыр, Ырғайты өзендері бойындағы Қарақия, Ақтасты, Сарыжазық, Суықтөбе тауларындағы ұрыстарда жау шебін бұзып, Суықтөбе басына туын тіккен. 1929 жылы жазда Шапырашты қолы жайық бойынан шаршап келіп, тыныстаймыз ба деп, аса жайлауында жатқанда, ойраттардың олжалап кете салу мақсатымен қараша айында іледен өтіп шабуыл жасауы Қарасайды атқа мінгізеді. Қарасай аяқ астынан басталған ұрысқа 2000 қол жиып, осы қазір Қарасай ауылы тұрған ойпатта ойрат тайшысы Банжұрды тас талқан етті. Қоян қолтық айқаста көбі қырылған қалмақтар іледен қайта өтуге мұршасы келмей, сөгетіге қарай қашады. Ақыры жау тұмсығы Торайғыр тауына тірелгенде, келген мыңдай қолдан басы Банжұр болып тігерге тұяқ қалмады. Ең соңға екі қалмақты Байынқол жағасында ұстап, екеуін қара есекке теріс мінгізіп, таңып қалмақ ауылына қарай айдап жібереді. 1635 жылы ойрат қалмақ мемлекеті бой көтереді. Қытай және Қазақ пен Қырғыз жерінің ортасында жатқан жоңғар хандығы аумағын кеңейтуді ойлап, таулы тастақты өлкеден гөрі жазықты өңірге көз аларта түсті. Кешікпей, мұздай қаруланған 50 мың қол Қазақ пен Қырғыз жеріне басып кірген. Алғашқы шайқастың бірі осы Талас өңірінде өтеді. Бұл соғыста Өзбек қолын алды Шүкір басқарып келіп, Қазақ-Қырғыз жасағымен бірлесіп, тұтқиылдан келген жауға қарсы соққы берген. Бауырлас үш ұлттың өзенге қағысқан бірлігі Өзбек жерінде, Қазақ даласының оңтүстік аймағы Сайрам маңында болған соғыста да ажырамады. Жетісуды бауырына басқан жоңғар батырлары Нарынқол мен Байынқол, Қастек пен Қаскелеңнің үздіксіз жеңісіне мастанғаны сондай, Алатау асып Қырғыз жеріне қалың қолмен төгеді. Ыстықкөл өлкесінде өткен шайқаста Қырғыз жұрты жауға төтеп бере алмай қалады. Сонда қырда қырғыз баласы жыласа, ойда қазақ ененің омырауы сыздайды дегендей, бауырлас елді көрініп келген апаттан құтқарайық деп, жанына 5000 жасағын ертіп, Қазақтан шыққан Шапырашты Қарасай батыр Шу жазығында ұрыс салған екен. Қарасайдың өзі жекпе-жекте қылышпен қалмақтың қоңтайшысының оң қолын шауып түсіреді. Осыны арқаланған қазақ қырғыз жасақтары аруақ шақырып майдан даласында айта қаларлықтай ерліктер көрсеткен екен.
1664 жылы Қарасай ұрысқа ақырғы рет 66 жасында қатысады. Арқос аң қойыннан 2000 торғауыт наймандар мен жалайырларға шабуыл жасап, Қарасай мен Ағынтай тағы да ұрысқа кіріп, жауды ойсырата қуады. Осы ұрыста Қарасай батыр ауыр жарланып, саптан шығады. Ағынтай батыр да аяғынан жараланып, ақсақ болып қалады. Енді қатты қайырым күшке түсер қимылға жарамағандықтан, Қарасай батыр ел басқару ісіне кірісті. Екі жұрттың арасындағы елшілік жұмыстарда болып, билікке араласады. Қарасай 1669 жылы Ресеймен келіссөз жүргізуге барған. Бұл жолға ол үмітпен аттанып, орыс патшасы әкімдерінен түңіліп қайтты. Қарасай батыр мен кіші жүз, Жетісу Тама, Тұғынай, Найман Матай, Кеден би үшеуі келіссөз жүргізіп, қару-жарақ зеңбірек алмақ болды. Бірақ орыстар ертең бұл қару өзімізге пәле болмай ма дегендей, мойнын ішіне алып, қазақ елшілерін құрғол шығарып салады. Осы бір жылдарда қазақ жері аз да болса тынышталып, жағы жайлау, етек қыстау болған заман бола қалады. Қарасай батыр бірсыпыра туғандары мен өзінің қанды өйлек досы Ағынтай еліне көшіп барады. Онда бір жылдай тұрып, 1671 доңыз жылының тамыз айында 73 жасында дүниеден өтеді. Сүйегі арқада Айыртау деген жерге қойылды. Қарасай батырдан 6 бала қалды. Олар Әуез Өтеп, Көшек, Түрікпен, Еркен, Төрген. Соңғы 2 баладан ұрпақ қалмаған. Бірақ екеуі де есейіп, азамат болғанда өлген. Әкесінің 50 жасында туған егіз ұл Алтынай тұқымы арқаға барған соң бір күнде мерт болған. Екі бірдей ұлының қазасына әке өлімін тездете түскен. Талай өлімді көріп, талай өлікті қолымен ұстаған Қарасай батыр, өліп көрген жоқпын, одан басқаның бәрін көрдім десем, әлі көрмегенім көп екен ғой деп, 2 баласына қатты қайғырған. Қарасай екі ұлдың 40-ына жетпей қайтқан. Қазақтың Қарасай батырының жылын берген соң, Ағынтай батыр да дүние салған. Оны да Қарасай батыр қойылған бейітке жерледі. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.